парасаттылық еркекте де әйелде де болуы тиіс. Алла тағала Құран кәрімде әйелдердің түрін атаған. Мәселен, бір әйел бар, ол туылмаған, бірақ туған. Кім ол? Ол Хауа анамыз. Туған, бірақ еркекке жақындамастан бала дүниеге келген. Ондай әйелді де айтқан. Алла тағала туылған, бірақ тумаған әйелді де айтқан. Әсия анамыз жайында айтқан. Перғауынның әйелі болған. Алла тағала басқада Мұсаның анасын айтқан, Мұсаның әпкесі жайында айтқан. Бірнеше нелер бар, әйелдерге қатысты аяттар бар. Білесіздер, Мұса алейхиссалам Мысырдан шығып кеткен белгілі бір себепке байланысты біреуді байқамай өлтіріп қойып таласып. Содан кейін бар қаяққа? Қазіргі Ирактағы Мәдиян дейді. Сол Мәдиянға не болған? Келген. Мәдиянға келсе, бір малшылар келіп құдықтың басына келіп не қылып жатыр екен дейді. Малын кезекпен суғарып жатыр екен. Ішінде екі қыз шеттеу тұр екен дейді. Содан кейін Мұса олармен келіп амандасып, сендер неге тұрсыңдар деп сұраған. Айтқан, біздің үйде еркек жоқ. Әкеміз қартайған кісі. Біз мыналардың барлығы суғарып болған соң ғана барып не істейміз, малымызды ең соңынан суғарамыз. Мұса пайғамбар айтады алейхиссалам, онда мен сендерге бұл малды не қылайын? Суғарып берейін дейді. Сөйтіп малды суғарады. Сөйтіп әлгі екі қызы пайғамбар, Шуғайб пайғамбардың екі қызы үйіне ертерек қайтады. Пайғамбар, Шуғайб пайғамбар таң қалып ерте келгенін сұрайды. Сендер неге ерте келіп қалдыңдар деді. Күнде кеш келетін едіңдер ғой деді. Сонда Шуғайбтың үлкен қызы айтқан еді, бізге осылай бір жақсы кісі кездесті, малымызды не қылып берді? Малымызды суғарып берді. Кейін Шуғайбтың қызы айтады дейді, әке, сіз жасыңыз үлкен кісі, риуаяттар бойынша. Реті келсе, сіз бізге бір жалшы алсаңыз қайтеді. Ер кісіні жалдасақ қайтеді бір кісіні. Ол кісі сенімді болса, және қуатты болса. Екі сипатты айтады. Сенімді болсын, және не болсын? Қуатты болсын. Сол үйге кешке Мұса келеді. Шуғайб Мұсаны көрген бетте айтады. Сен 10 жыл қызмет ет, мына қызымды саған беремін. Бұл жерде біздің ғалымдар, тәпсірші ғалымдар айтады. Мұсаның қызы өте әдемі жеткізе білген. Мен байға тием емес. Шуғайбтың қызы. Мен күйеуге тием емес. Маған біреу келіп тұр емес. Маған біреу ұнайды емес. Оны не істеген? Өте әдемі жеткізе білген. Және еркек адамда болуы тиіс ең басты екі сипатты айтқан. Біреу сенімді, екіншісі қуатты. Адам сенімді болып, қуатсыз болса, ол да не? Жеткіліксіз. Қуатты болып, сенімсіз болса, тағы да жеткіліксіз. Шуғайбтың қызы дәл осы екі сипатты ерекшелеп атап көрсетті. Арамызда жас қарындастарымыз өткен соң айтып отырмын. Бұл еркектің бойынан талап етілетін қасиеттер. Және бұны Шуғайбтың қызы әдемі жеткізе білген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әйелі кім? Алғашқы әйелі Хадиша анамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ең алғаш уақи келгенде Хирада. Үйге келіп қайтқан кезде не деген? Мен үстімді жабыңдар. Заммилуни, мен үстімді не қылыңдар? Жабыңдар деп айтқан. Қараңыз, Хадиша анамыз не қылмаған? Сұрамаған. Саған не болды? Неғып әбір жүрсің? Сияқты орынсыз нелер қоймаған? Сұрақтар қоймаған. Бар болған келгенде үстіне жамылғысын жауып қоя салған болып. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бойында қорқыныш кетіп, ұйықтап оянғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі айтқан. Осылай отырғанында маған кім келді? Жебірейіл періште келді. Осылай Құран алғашқы Иқра сүресін оқуымды әмір етті. Мен қорқып жүрмін, маған бір нәрсе тиіп кетті ме деп. Хадишамыз не деген? Сен қорықпа, Алла сені қор етпейді.
Алла сені мазақ етпейді. Себебі сен көршілерге жәрдем бересің, ағайын туысқа жәрдем бересің, кедей кепшікке жәрдем бересің, қолынан келген жақсылықты жасайсың, үйіңе келген қонақты не істейсің? Күтесің деген. Ғалымдар айтады, бұл хадистің шархындағы ғалымдар айтады, Хадиша анамыздың несі? Үлкен парасаттылығы. Ұмытпаңыздар, мынандай бір қанатты сөз бар. Кез келген еркектің артында бір әйел бар. Кез келген еркектің артында не бар? Бір үлкен әйел бар. Ол әйел анасы болуы мүмкін, немесе әйелі болуы мүмкін. Әйтеуір бір не бар артында? Үлкен бір әйел бар. Міндетті түрде. Ол мысалы Құнанбайды Құнанбай еткен кім? Әкесі Өскенбай, бірақ шешесі Зере деген шешесі болған, керемет. Абайды тәрбиелеген кім? Зере. Кейбір айтулар бойынша дәретсіз емізбеген дейді Құнанбайды. Қазақтың арасында сондай сөз бар. Құнанбайды Зере дәретсіз емізбеген. Абайдан бөлек кім бар? Қазақта Шәкәрім бар. Шәкәрімнің шешесі туралы көп айтылмайды. Шәкәрімнің шешесі болған Төлебике деген. Айтулары бойынша бірнеше ғылымды меңгерген екен, бірнеше тіл біледі екен, медресе бітірген. Шәкәрімнің осындай керемет болып жетіліп өсуіне себепші болған адамның біреуі сол кім? Шешесі кім? Төлебике. Демек, Хадиша анамыз керек уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды не қыла білді? Қолдай білді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығын ең алғашқы мойындаған кім? Тағы да Хадиша анамыз, әйел тағы да. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дағуаты жүру үшін бүкіл мал мүлкін сарп еткен кім тағы да? Хадиша анамыз. Тағы да сол Хадиша анамыз. Біздің ғалымдар осыларға сүйеніп не дейді? Әйел адамда парасаттылық болуы тиіс. Парасаттылық болуы тиіс. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның екінші бір әйелі Умму Салама деген анамыз болған. Умму Салама. Умму Саламаның парасаттылығы мүлдем керемет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға күйеуге тимей тұрып, Абу Салама деген сахабаға күйеуге тиген. Абу Салама. Умму Салама пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға 4 баласымен тиген. Абу Салама қайтыс болған соң. 4 баласы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп айттым дейді, күйеуім қайтыс болған кезде. Мен не деп дұға етейін күйеуімнің атынан деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, ей Алла тағалам Абу Саламаны рахымыңа бөле. Абу Саламадан хайырлы маған күйеу нәсіп ет деп дұға ет деп айтты. Содан кейін мен солай дұға етіп жүріп бір күн ойландым дейді, ей Абу Саламадан кім хайырлы болады? Өзім былай ойладым дейді. Намазы түгел, оразасы түгел, мұхажир барлығы бар түгел. Кім болады хайырлы дейді. Сөйтіп дұға етіп жүргенімде дейді, Алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам маған күйеу болып нәсіп етті. Пайғамбар келіп маған ұсыныс жасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұсыныс жасағанда мен айттым дейді, я Расулалла, менің 4 балам бар. Менің жасым да үлкен. Одан кейін мен қызғаншақ адаммын деп айтты. Өте қызғаншақ әйелмін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, 4 балаңды қам жемей қой, мен оны өзі қамқорлығыма аламын. Қызғаншақтығына келетін болса, мен Құдайдан бұдан жәрдем сұраймын деп. Сонымен мен некелестім пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мәдинада тұрып былай дейді. Сахабаларын жинап не істейді? Біз биыл Құдай қаласа неге барамыз? Қажылыққа, умраға барамыз дейді. Умраға. Сөйтіп бұлар не қылады? Артынып, тартынып шығады. Ешқандай қару жарақсыз Меккеден Мәдинаға қарай не істейді? Жолға шығады. Меккеге жақын бір жерде Худайбия деген жер бар. Худайбия деген жер, жердің аты. Шамалған деген сияқты бір не? Худайбия деген жердің аты. Сол жерге келген сәтте мүшриктер мұсылмандардың келе жатқандығын естіп, дереу мәжіліс құрып, әскер дайындап, не қылады? Меккеге кіргізбеуге, соғысуға бел байлайды. Сөйтіп сол жерге Худайбияда келіп тоқтағаннан кейін арада нелер жүре бастайды?
келіссөзде жүре бастайды. Бұны сирадан сіздер білесіздер. Үлкен келіссөзде жүре бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омарды жібермекші болады. Омар радиаллаху анху не дейді? Я Расулаллах, бар десеңіз барайын, бірақ мен Меккеде өлтірген адамым көп еді. Маған дұшпандығы көп адам көп бұл Меккеде. Маған салсаңыз Османды жіберейік. Османның мінезі жұмсақ және Османның нелері көп Меккеде, туыстары көп. Сонымен Османды жібереді. Осман радиаллаху анху барып, 2-3 күн хабарсыз кетеді. Хабар жоқ барған соң. Бұның барлығы мұсылмандар не қылады? Уайымдайды. Сөйтіп, уайым жүріп атқан кезде мүшриктер Сухайл деген кісіні жіберіп, арада келісім шартқа отырады. Келісім шарттың бірнеше риуаяты бар, білесіздер. Бір мұсылман Меккеден қашып барса, ол қайтып не қылады? Меккеге қайтарылады деген сияқты. Бірнеше шарттар бар. Шарттарға келісім шартқа отырған соң, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығып, шатырынан шығып айтады: түйелеріңді сойыңдар, шаштарыңды алдырыңдар, қайтамыз дейді осы жерде. Сахабалар ешкім қимылдамайды. Ешкім қимылдамайды. 2 айтады, қимылдамайды. 3 айтады, қимылдамайды. Шатырға қайта кіреді, әлгі Умму Салама деген анамызға айтады. Сол кезде пайғамбарымызға келетқан анамыз Умму Салама болған. Шатырға қайта кіреді, сөйтіп айтады: ей Умму Салама, мен мыналарға бір бұйрық айтып жатырмын. Бұлар бұны не істемей жатыр? Тыңдамай жатыр. Қандай да бір пайғамбар қауымына қандай да бір нәрсені бұйырса, олар оны жасамаса, Алла ол жерге азап жібереді. Мен азап жіберуден қорқып тұрмын дейді. Сонда әлгі анамыз мынандай сөз айтқан екен: Я Расулалла, сіз далаға шығып, түйеңізді өзіңіз шалыңыз. Шаштара шақыртып, шашыңызды алдырыңыз. Осыны істесеңіз, олар бәрін істейді. Пайғамбарымыз қайта шығады, шаштара шақыртып, шашын алдатады, содан кейін барып түйесін шалдырады. Сөйтіп, түйесін шалғаннан кейін бүкіл мұсылмандар не қылды дейді? Әлгі шалғалы отқан малдарына тұра ұмтылды дейді. Умму Салама айтады, шатырдан қарап отқанда бір-бірінің үстіне шығып кете жаздады дейді. Бір-бірін таптап кете жаздады дейді. Әлгі асыққандары соншалықты дейді. Көрдіңіз бе? Керек кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да әйел адам не айта білген? Ақыл айта білген. Әйел адамда міндетті түрде парасаттылық болуы керек. Ол еркек адамда да болуы керек. Мына отбасылық күнделікті тіршілікте бұл өте көп керек. Басқа бір керемет анамыз болған, радиаллаху анху, Умму Сулейм деген сахаба. Бұл сахаба әйел Анас ибн Малик танисыздар ма? Анас ибн Малик деген радиаллаху анхудың шешесі. Анас ибн Малик айтады: әкем қайтыс болды дейді. Әкем қайтыс болған соң шешем Абу Талха деген неге шықты? Сахабаға күйеуге шықты дейді. Абу Талхадан туған бір баласы бар еді. Некеден туған бір бала бар еді. Сол баланың денсаулығы сәл не? Нашар еді. Қайта-қайта ауырып қала береді. Сөйтіп, Абу Талха сапарға шығып кетті дейді. Сапарға шығып кеткеннен кейін әлгі баласы қайтыс болды. Қайтыс болған соң Умму Сулейм айтты дейді Абу Талхан туысқандарына: баласының өлгендігін мен айтамын. Басқа ешқайсың айтушы болмаңдар. Ешқайсың айтушы болмаңдар. Сонымен Абу Талха келді сапардан. Кешкі тамағын ішті, жұбайлық міндетін атқарды. Болған соң, көңілі тынышталып отырған соң, әлгі Умму Сулейм деген радиаллаху анху сахаба елбейді күйеуіне былай деп айтқан: біреулер бар, біреулерге бір зат тастап кетті. Сол затты тастап кеткен уақытша аманатқа. Сол уақыты келіп жеткенде әлгі аманатты кеп алып кетеміз десе, мыналардың бермей қоюға ақысы бар ма? Деп сұрайды. Қараңыз, мысалы мен мына кісіге бір зат бергем, уақытша деп, 5 күннен кейін алып кетемін деп, 5 күннен кейін келсем, мына кісі бер затым десем, бұл кісі не қылу керек? Беру керек, бермей қоямын деп айта ала ма?
айтады, бірақ ол қиянат болады. Мұсылман кісі аманатқа қиянат жасамайды. Сахаба не деген Абу Талха? Ей, жоқ ей, береді деген. Әрине береді. Уақытша тастап кеткен болса, оның орнына қайтып, сұрақ келген уақытта қайтып береді деген. Әлгі Умму Сүлейм айтқан екен. Онда Абу Талха сабыр ет. Сауабын Алладан күт, балаң қайтыс болды деген. Абу Талха ашуланып, сол бет пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға барған, ашуланып. Барып айтқан, я Расулалла, осындай жағдай болды деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, бүгін түнде екеуің қосылдыңдар ма деген. Иә, қосылдық деген. Онда Алла тағала екеуінің қосылғанына береке берсін деп дұға жасады. Осы хадисті риуаят еткен рауилардың бірі Суфиян Саури айтады, мен сол некеден Абдулла деген ұлдың дүниеге келгенін білеміз дейді. Абдулла деген. Абдулладан 9 ұл туды, 9-да қари болды. 9 ұл туды, 9-да не болды? Қари болды. Басқа бір риуаятта әлгі бала дүниеге келген соң дейді, шешем мені шақырып алды дейді, Анас ибн Малик. Шақырып айтты дейді, мынаны ешкім емізбесін, аузына ешнәрсе салмасын, барып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға апар, қазақша айтқанда аузына барып не қылсын, түкірсін, тахник жасасын деп, құрма жеп. Кейбір риуаятта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әлгі құрманы шайнап, аузына салып, таңдайына жаққан дейді. Сол кезде әлгі бала не қылған дейді, жұтынып жаңағы құрманы сорған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күліп айтқан дейді, ансардың балаларының өзі осындай екен ғой деп, құрмаға жақын болады екен ғой деп, сорған. Қараңыз, ол Умму Сүлеймнің несі? Парасаттылығы. Біздің қазіргі әйелдер болса не істереді? Ойбай, сұмдық болып кетеді ғой. Сұмдық болып кетеді. Бұлай айту қалай? Парасаттылықпен жеткізудің қалай? Немесе оны бақырып шақырып айтқан қалай? Парасаттылықпен айтсаң да, бақырып шақырып айтсаң да нәтиже өзгермейді. Өлетін бала не қылды? Өлді, оны қайтып ала алмайсың, қайтара алмайсың. Бірақ әлгі жердегі Умму Сүлейм анамыздың несі, радиаллаху анханың несі? Парасаттылығы. Алла тағала сіздерге де, біздерге де парасатты болуды нәсіп етсін. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Мынау бағана Сансызбай аға айтты ғой, ұмытпаңыздар. Ибн Абидин деген біздің Ханафи мазхабының ғалымы айтты. Бұл кісі айтып жатыр, біздің Ханафи мазхабының ғалымдары Абу Ханифа некені құлшылық деп санаған. Біреулер 4-ке бөліп жатса, біздің ғалымдар, ханафилар, некені құлшылық деп есептеген. Және Ибн Абидинде мынандай бір риуаят келтіреді, Ханафи мазхабының ғұламалары айтады. Адаммен өлгеннен кейін жәннатта бірге жүретін екі нәрсе бар. Жәннатқа өзімен бірге ертіп апаратын тек екеуі алып баратын, жәннатқа алып баратын. Біреуі иманы, екіншісі некесі. Екеуі. Сол үшін ол не болып есептеледі? Некеде ақыреттік іс болып есептеледі. Тек мына дүниелік емес, арғы ақыреттікте іс болып саналады. Алла тағала жұбайларыңызбен бірге қартайып, екі дүние бақытты болуларыңызды нәсіп етсін.